Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Егер де сіз шашыңызды бұрыннан бері бояғыңыз келіп жүрсе, бірақ та қандай түсті таңдауыңызды білмесеңіз, онда осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Түс типтері теориясына жүгіне отырып, сізге қандай түстің жарасатынын анықтауға болады. Ол туралы мен видеоны осыған дейін түсіріп өткен болатын, ссылкадан өтіп қарасаңыздар болады. Ал қазірше қандай түсті сіздің шашыңызға таңдауға болатын туралы айтайық. Бұл сіздердің қандай мезгілде туылғандарыңызға байланысты емес. Сіз қыста туылсаңыз да, сіздің түс типіңіз күз болуы мүмкін. Сонымен, егер сіз жас типі екенін білетін болсаңыз, сізге мынандай түстер жарасады. Онда ең бастысы шашыңыздың түсін суық тонда таңдау. Сіздің бет-әлпетіңізге үйлесімді болу үшін. Яғни, сіздің шашыңыз жарықтың астында күміс тәрізді болып жылтырласа, онда ол суық тон болып есептеледі. Ал егер де алтын немесе мыс тәрізді жылтырласа, онда ол жылы тон болып саналады. Ал егер сіз күз түс типі болсаңыз, онда сізге мынандай шаштың түстері жарасады. Мұнда керісінше, шашыңыздың түсін таңдағанда оның жылы тонда болуына мән беру керек. Келесі, қыз түс типіндегі адамдарға мынандай түстерді таңдауға болады. Сізге барлық шаштың түстерін суық тонда таңдау керек. Келесі, көктем. Егер сіз көктем болсаңыз, сізге мынандай түстер жарасады. Алайда қазақ халқында бұл өте сирек кездесетін тип. Көктемге жылы тон таңдаған дұрыс болады. Бұл білімді тек әйел адамдарға ғана емес, ер адамдарға да қолдануға болады. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Қош, сау болыңыздар.